Сәлем көрермен, сізбен мен Аружан, менің артыма қош келдіңіздер. Видеоның атауынан байқағанымыздай, бүгін біз Инстаграмды дамытатын боламыз. Бүгін ағылшын үйренемейміз, біз Инстаграмды дамытамыз. Айта кететін нәрсе, біріншіден, мен ешқандай да SMM маманы емеспін, және менің Инстаграмым үлгі емес. Екіншіден, мен бұл тақырыптағы видеоны не үшін қосып жатырмын? Мен бар білгенімді сіздермен бөлісіп, Инстаграмды бірге дамытамыз. Ендеше түсінікті болса, бастайық. Не себепті бұл тараудың аты бірінші әсер деп аталады? Себебі біздің негіміз, біздің атымыз, біздің актуалды тарихтарымыз бәрі осының ішінде, және негізгі бірінші әсерді қалдыратын, бірінші көзге түсетін осы нәрселер, және оларды жөндеген абзал. Ең бірінші қарастыратын нәрсе ол біздің ник. Ник жеңіл, қысқа, есте сақтап қалуға оңай ат болу керек. Мысалға, менікі жаным Ару. Менің атым Аружан, жаным Ару, логично. Бірақ кейбіреулер соны қате оқиды. Қалай? Білмеймін. Және никта артық нәрсе қоспақ қойыңыздар, үтір, нүкте, сандар, тем более. Жай ғана жеңіл болсын. Келесі Ава. Ава деген көзге түсетін, ерекше, әдемі сіздің үздік суретіңіз, және сіздің түріңіз көріну керек. Қазір менде түр көрінбейді. Менде қазір мына сурет. Түрім жоқ. И вообще бұл мен емес. Фотоны таңдайым. Мені фотоны істейім келеді, бірақ бұл менің жан арт деген. Жан артта осы фото тұр. Дым нормальный фото жоқ деп, мен осылай көп уақыт фотоны іздеп отырдым. Сурет бола ма? Қалай ойлайсыздар? Негізінде менің дизайным бәрі қарап отырғандарыңыздай, менде актуалды тарихтардың бәрі қызылдың оттенкалары. Менің авамда қызыл түсті болу керек. Бірақ мен оны сақтамаймын. Неге? Білмеймін. Мүмкін мен қазір актуалды тарихтарын мүлде алмастырамын. Көреміз. Жақтағы кейбірлері клетчатовый. Бұл қалай деп ойласаңыздар. Бұл жай ғана мына фото. Мына фото. Жай ғана іздеген кезінде оттенки красного дейсіздер, оттенки желтого, сөйтіп ұнаған таңдайсыздар. Және осыда көмектесетін нәрсе Color Cooler деген құрылғы. Аккаунтыңызға сай түстерді таңдап береді, яғни бар постыңызды зерттейді. Соның ортақ түстерді алады, сізге палетка істеп береді. Мен жай ғана тікелей сілтеме арқылы істей салдым. Және мына жаққа мен негімді жазамын. Түсім грей, сұр. Білмеймін неге. Солай Color Cooler маған істеп берген палитрасы бойынша өзімнің актуалды тарихтарының басты беттерін осылай істеп қойдым. Келесі ол ат. Менде Аружан Асанхан болған еді, бірақ мен естідім, ондай сіздің атыңыз жазбақ қойыңыздар, шын атыңызды сіз кім екеніңіз жазыңыз. Мысалы, мен қазақ видеоблогері. Сондықтан мен қазір өтініш құпты жазыңыздар, себебі мына жақта 14 күннен кейін ғана өзгертуге болады. Егер де сіз қате жазсаңыз, 14 күн сол қатемен тұрады. Сондықтан мен қазір видеоблогер жазамын. Сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, мен осы жылы тек 2 пост салдым. Енді мен осы рубрикаға байланысты, осы рубрика үшін мен 3 күн, мен күнде пост салуға тырыстым. Бірінші күні мен осындай TikTok'тағы видеоны істедім. Бұл видеоны мен пенибордтың үстінде түсірдім. Сосын соңындағы кадр, ол менің сәтсіз кадрым. Бұл пост TikTok'тағы атақты тренд, және бұл трендті мен 2 түрде түсірдім. Екеуі де мен. Білмесеңіздер. Осы видеоны мен VS Code дейтін құрылғының камерасымен түсірдім. Оны экранын көруге болады. Осыны VS Code программасы деп алайық, және Instagram'дағы камераны ашқанда дәл солай, сол жақта камераны ашсаңыздар, осындай видео жасай аласыздар.
Кейін мен пост салған жоқпын, оның орнына мен историяға түрлі видеоларды салдым. Мен қыздарға айттым, жүріңдер, іштеп жүргендеріңе рахмет. Сіз жазылған адамдар өте көп болмау керек. Егер сіз шынымен де дамытқыңыз келсе, онда 60 шақты болсын. Менде білесіздер ме қанша? Менде қанымда мырзалар 204, 140 адамны мен қалай отписаться ете аламын? Ішінде ешқандай блогер, менің сүйікті пабликтарым жоқ. Келесі құрылғы ол followers немесе reports. Жай ғана Play Marketке немесе App Store'ға подписчикке Instagram жазыңыздар. Ол не үшін керек? Мына жаққа сіз кіресіз өзіңіздің аккаунтыңызға. Мына жақта маған жазылмаған жазушылар, яғни не взаимные подписки. Осыған кіреміз. Осы жақтағы адамдардан бәрінен отписаться етеміз. Бәрінен. Егер де мен сізге подписан болып, сіз менің отписаться етсеңіз, мен бәрін көріп отырамын. Барлық сіздің кінәңіз. Адамдарды ренжітпеу үшін отписаться етуден қорқып атсам, сіздер аласыздар да отписаться дейсіздер ғой. Міне, 13 адам лайктарымызды алып тастаймыз. Отписка. Өзің кінәлісің. 2 құрылғы, 1 сілтеме, көп ақпарат. Бұл жай ғана бірінші бөлім. Ник бар, аба бар, атыңыз бар, және сіздің сілтемелеріңіз, басқа аккаунттарыңыз бәрі ошақта тұру керек. Және пост салдым, история салдым, және Инстаграмды бірге дамытайық. Мен білген нәрселерді айтамын, сіз де білген нәрселеріңізді пікірлерге жазыңыздар. Сонымен сіздермен болған мен Аружан, маған тіркеліңіздер. Мен одан да қызықты, пайдалы видеоларды шығаратын боламын. Сонымен көргендеріңізге үлкен рахмет. Және осы видеода сіздермен бөліскен ақпарат менің телеграм каналымда бар. Егер де жазыларыңыз келмесе, себебі бірінші әсерде өте көп құнды ақпараттар бар. Және маған сұрақ қоймаңыздар, неге сенің мына жақта шашың қысқа, ал неге сенің шашың ұзын деп. Магия. Қорқынышты. Қорқақ. Using the name you are known by either your full name, nickname or business name. Business name. Video blogger. Bold. Worst. Video blogger. Better. Bold. Video blogger. Bold. Bold мен істедім.